Ебать, таң атқапты. Такс, бүгін мынау үйдегі ремонтты бітірсек, такс біздегі бүткіл столдардың бәрі сол жаққа кетті. Ладно, ой, маған удавление кетті. Қазір дайте көрек. О, мен заказым келіп қапты. Алдында берген заказым келіп қапты. Как раз бұл заказды іздеп едім бүгін. Заказым келіп қапты, барып тез көріп келейін. Таксына үйдегі ремонтты тез бітірсек жақсы болатын еді. Үйге бүткіл нені алып тастадық. Короче, мен заказымды далаға тастап кетіпті. О, мынау не, блин, что это такое? Ладно. Сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге дейсіздер. Короче, көріп тұрғандарында бізде мен бұрын қанша көп болды, 1-2 апта бұрын заказ беріп қойған жителдің басы келген болатын. Мен бұны заказбен істедім, но көріп тұрғандарында бұл ұқсамайды. Бізде көп видео түспей кетті, себебі YouTube хаусқа ремонт болып жатқан көріңдер. Соның бәрін істеп, видео түсірамай кеттім. Сендер арна тіркеп лайктарын басып, ал біз кеттік. Достар, сендер ойлаулар мүмкін, мынандай дәу жителдің басын қайтеді деп, даже сендер может біреулерін көріп қалған болатынсыңдар. Біз бұл жителдің басынан үй соғатын боламыз. Сендер обязательно каналға тіркеліп лайктарын басып кетіңдер. Так, бізде в принципе көзі, қасы бәрі ұқсайды. Бізде камера тұр, мұрны тоже ұқсайды, кожасы ақпақ екен, но жителдер қап-қара ма, анау тұр екен. Бар көріп келейік. Ой, қашады енді мыналар. Так, бізде чуть-чуть қара екен. В принципе ұқсайды, аузы бар екен, бәсе анау не десем, но ұқсайды. Олардың шекесі үлкен болады екен ғой, да? О, енді түсіндім. Қазір жөндей салайын ба, или тұра берсін, осылай. Давайте үй салып көреміз. Бізде есік қай жерде болсын, мұрнынан кірейік па деп ойнайтын. Дайте есік артында емес, бір алдында болсын, Қазір есік шығарып бәрін реттейік. Короче, алдынан шығарамайтын болдық, сомен осында шетінен етеміз. Екі этажный анау. Қазір реттейтін боламыз. Мынаның ішінде бірінші біз қандай қылдыратын боламыз. Іштерін дайте просто әшейін бетіп әрттеп көрейік. Үйдің там полын осындай кварц қылдырғым келді, чтобы әдемі көріну үшін. Дайте осылай кварцпен істеп шығамыз. Іші мынандай екен, ойбай, мұрт болып тұр ғой, екінші этаж шығару керек екен, 2 этажный екен бұл, но мен бұндай болады деп ойламадым. Дайте, онда біз бірінші этажына кухня, сондай істеп қоямыз да. Ал екінші этажына сол нені істейміз. Бірінші этажға кухня болады, ал екінші этажда өзіміздің комнатамыз болады. И если орын артық қалып баратса, артық қалмайдау, артық қалып баратса, туалет, ваннаны бір жерге тыға саламыз. Кішкентай жер босады. Мен жердің бәрін кварц қылдырдым, то есть полды, и вот керек заттарды абалдық. Бізде мынандай тейбл қоя салайық, и орындақтары бар. Короче, бізде қалай қоятынымызды білмеймін мен, но в принципе бірінші наларды төрге қоюымыз керек, Дайте, онда осылардан бастайық. Бірінші мына жерде тұрады, ал мынасы мына жерде. Мынандай мен не алып келдім, цвет ортада осы болып тұрсын, Вот, нормально, да, кажется? Осындай болып, мыналар шетте тұрады да, мыналар жоғарыңғы, ортасына не кетсін, раковина, и потом мына шетке такой сурмаларды жібере салайық, и бір блоктан төбеге мынандайларды қойып шыға салсақ болады ғой, да? И холодильникті және қоятын боламыз қазір. Короче, ребята, у нас были такое. Короче, осындай болыпты, но менде бір проблема бар. Короче, бұны қалай бізде қай жерден лестница шығады, сол проблема болып тұр, бар ғой, қай жерден екінші этажға көтерілеміз, қалай болады, мына жерден ба деп ойлап тұрмын, бірақ болмайды ма, или бұлай ма. Короче, көремін. Короче, достар, мен бұлай түсірейін десем, қараңдар, холодильниктің алдына келіп үстеміз ба, или әшейін лестница сала салайын, а то қараңдар, вообще невозможно битіп көтерілетін. Короче, достар, мынандай істесек бола ма, қараңдар, в принципе, бұл да нормально, битіп
ой, нан сындыру керек мына блокта. Все, короче, мынандай да болады, бірақ мына жаққа келіп түскені маған что-то ұнамай тұр. Бірақ мынаның астына бола ма, иә? Мына жерге бір мынандай столдарды қоя салсақ, шай ішетін жер таппай қалдым бар ғой, мынаның астына ішеміз ба? Давайте осы жаққа істеп көрейік. Мынаны осында қоямыз да. Мынау, короче, диванда отырайын дегенмін ғой мен. Мына жаққа сыймайды ғой, иә? Онда мынаны сындырайық та. Мынаны қояйық. Қазына бұрышқа басқасын ала саламыз да. И мынаны примерно осында, ойбай, сәл мына жаққа қарай жылжытамыз да. Ой, мына жаққа істесек болады, иә? Осылай кірген жерде шай іше саламыз. Кофені де дастарханға қоя салайын. И міне мына жақта, короче, бірінші этаж, полный бітті дей алмаймын, но қазір бітетін болады. Достар, біздің бірінші этажда кухнямыз бітті. Мына жерде кірген жерде шай ішетін бар. И коврик, мына жерде терезе бар. И кухня гарнитурлар бар. В принципе, болды, басқа дым керек емес деп ойлаймын. Если қарын ашы, мына жерде нан тұр, мына жерде вафлица тұр, тостер тұр. Басқа не бар? Бізде холодильникте тамақтар бар, но оны пісіретін пеш жоқ. Оны қоятын жерде жоқ. Короче, бірдене етіп, ютубқа осы жақын, тура мына жерде тұр, қай жерде? Короче, мына жерде тұр да, барып ала салады. Енді бізде кезек келді, бізге екінші этажға дым көрінбеді ойнақта. Короче, осы жерді жөндейтін боламыз. Достар, күн шығып келе жатыр, тура мынау біздің комнатамыз мынандай болып жатыр. Мен чуть-чуть голубой цветтерден жасайын дедім. Мына жерде бізде зеркало бар, там мына жерде өзіміздің майндбук бар, кейін кроватіміз бар. Бір кровать жетеді, иә? Иә, міне. Енді бізге өзімізге сәл мына жерде бір тұратын не керек, мынаны қойсам қате болады, иә? Бізде наған бар орын. Дайте, мына жерде терезе шығарамай тұрғанын қарасаңдаршы. Зато мына жерде прям виды зор, нормально бар екен, қараңдар, күшті болып тұр прям. Дайте, енді бізде не керек бізге дальше? Мыналардың орындарын қою керек. Мынаны голубой цветін таңдайын, қазір мен голубой цветін таңдайық. Бізде голубой бар ма бұндайдан? Еще, бізде мынандай лестница да бар екен, кстати, анандайын бағана көрмеппін мен просто. Дайте, бізде жаңағы нелерде, мына жақтағылар көрінбей қапты. Бізде, короче, жаңағын голубой цветін таңдайық. Короче, достар, мен бүткілін салып біттім. То есть, екінші этажды аяқтадым. Енді қазір сендерге көрсетейін. Мынау бізде осылай көрінеді. Алды осындай, мына шеті осындай, целый, короче, бүткіл шеті. Мына жерде только есік бар, бәрі мынау артында болып тұрған. Дайте, мен сендерге көрсетіп өтейін. Кірген жерде бізде осындай кухня бар. Мына жерде шай ішеміз, там кофеміз бар, мына жерде растения бар, панорамный окно бар, и мына жақта кухня наборлар, тостер, вафлица бар, раковина бар, нан бар, мусорный ящик бар, и бізде холодильникте там осындай еттеріміз бар. Бірінші этаж осымен аяқталады, осындай төртте қоя байде. Жоқ, үш шетте, короче, фонарлар бар, и ортада свет бар, бұл жанып тұр ма? Все. Келесі бізде екінші этаж бізде мынандай болды. Мына жерде бізде зеркало бар, мынау алдында стол бар, голубой панель и голубой коврик. Мыняқта мен голубой қалдырғым келді, мына жерде мынандайлар тұрады, типа, и голубой бізде сиденьямыз бар, мына жерде өзіміздің компьютеріміз бар, мына жерде лампа бар. Жанып тұр ғой, иә? Все, мына жерде голубой кроватьмыз бар, мына отыратын жеріміз. Міне осындай болып шықты. Сендерге ұнаса арна тіркеу, лайктарды басып кетіңдер. Так, бізде бүйтіп сырттан қарасаң ештеңе өзгермейді. Бізде ана жақта туалет болмай қалды, но туалетті сыйдыратын жер де қалмады. Или подвалға саяқ па, оған білмеймін. Короче, видео ұнаса арнаға тіркеу, лайктарды басып кетіңдер. Сендермен болған Диди, давайте.